Аз болып тұр, сондықтан бастайық. Сәттілік пен достық әрқашан бізбен бірге. Бақыт пен байлық біздің тағдырымыз. Ал ғажайып кеш, ұлы көшбасшылар, ұлы жеңімпаздар, өз әлемдерінің тағдырларының қожайыны болған, әлемді өзгертіп жатқан жақсы жандар, нағыз патшайымдар, патшалар. Бүгінгі сабағымыз енді кеше өттік. Патша патшайым мүсіні Гүлнәрде сабақ бүгінгі. Соны қайталаймыз да, содан кейін сау болды өтеміз. Сол үшін кеше біз патша патшайымның басын бастап қойдық, қай кезде қалай болатын. Жаңа кеше айттым, түсіндірдім. Сіздер бұл дүниеге келген кезде Алла тағала бәріңізге берген. Патшалықты да, патшайымдықты да, тағдырдың қожайыны болу да барлығын. Бірақ бізді өкіметтің тәрбиесі, баяғы біздің әкеміз сөйтіп тәрбиелеген әке-шешемізді, солардың тәрбиесімен біз ондай бола алмай қалғанбыз. Өзімізді ұмытып кеткенбіз. Бізді бәрімізді ақшаға тәуелді қылып қойған. Ақшаң жоқ болса аш қаласың. Ақшаң жоқ болса күн көремей қаласың. Адам соны ойлап жүріп, ешқашан өспеген. Ақша үшін жанталасып өмір сүрген. Әлі күнге дейін соны әлі бар ол. Тоқтап атқан жоқ ол ешқайсысы. Қазіргі жастарға қарасаң да, мақсатың білесің ба сен? Білмеймін дейді. Нені yapsың? Ақша табу керек, күн көру керек дейді. Оны не істейсің? Үй алам, бірдеңе алам дейді. Енді басқа сенде нең бар? Сонымен енді бүгінгі сабақта сіздер өз өмірлеріңіздің, өз әлемдеріңіздің патшасы болсаңыздар, патшайым болсаңыздар, сіздер онда барлығын жауапкершілік қолға аласыздар. Сіздерде сенімділік пайда болады. Сенімділік пайда болған жерде сіздер бәрін өздеріңіз жасап оңай істейсіздер. Көп адам бірдеңені шешіп бер дейді біреуге. Бірақ өзі барса шешіліп кететін нәрсе. Оңай. Олардың миына құйып тастаған танысың болмаса, ақшаң болмаса, ештеңені шеше алмайсың. Істелмейді дейді. Ол ойлайды. Ақшам жоқ болса, танысым жоқ болса, мен алмайды дейді. Алмайды ешқай жерге барғанда. Өйткені өзінің ойы солай болып тұр ғой. Енді мына ойды қадағалап, сіз деген шынымен де патшаймын, патшамын, менің айтқаным істеледі деп любой жерге барсаңыз, есігін ашып кіргізіп, бәрін айтып, орындап береді сіздерге. Ол үшін не істейсіз? Күлкіні жасап аласыз, жаман ойдың бәрін ұрып тазалап аласыз, қорқынышты кетіріп. Патшайымның кейпіне түсесіз. Мен патшамын, мен құдаймын. Менің айтқаным жасалады, қазір барған арманым істеледі дейсіз. Мақсатым. Болды. Басқа ештеңе керек жоқ. Уверенно болу керек, бар істеледі. Талай көрдім мен. Талай жасап жатырмын. Талай істеліп жатыр. Уверенсіз. Ал бізді қорқыныш деп қорқамыз. Қорқыныш емес екен. Ол мидың тоқта деген просто жай әшейін сөз екен. Тоқта, мен бұл жерде түсінбеймін. Түсініп алайық деген нәрсе. Ал оны бізге не деген? Қорқыныш деп үйреткен. Қорқа берсе қос көрінеді деген. Шынымен де қорқсаңыз сол жерде бірдеңе болатын сияқты болып тұрады. Қорқасыз. Жеп қоятынды. Ал қазір мен қорқыныш кетіп еді, оп-оңай бәрі. Оп-оңай. Барып істей саласыз. Бар бірдеңе алам дейсіз ба? Кәдімгі киоскқа барып газет алған сияқты алып кете береді екенсіз. Бәрі жақсы екен. Өйткені сіз өміріңізде патша патшайым болсаңыз болды екен. Патша патшайымдар не істеген? Керегін бәрін алған. Біреуге барып мынау менікі десе, соған береді. Патшаға берген. Патша сұрады, болды деп. Астында жалғыз атына дейін бере салады. Өйткені ода осанка бар. Ода уверенность бар. Сенімділік бар. Ештеңеден қорықпайды. Сол сияқты қазіргі заманда сіздерде соны жасай аласыздар. Басты кезінде ол істелмейді. Неге? Сізде әлі де қорқыныш болады. Ұят деген әлі басып тұр сізде. Ұят болады. Бірдеңе болады. Анау не айтады, мынау не айтады. Бізді әбден соған көндіріп тастаған. Ал егер оларда сізде ойыңызда жоқ болса, ұят, анадан кейін не болады мына деген ой жоқ болса, сіз
o verini barıp ala beresiz. Keşke ayıp түсіндірдім. Can мен тәнді. Can деген сізсіз. Тән деген сіздің көмекшіңіз. Сол сіз жан болып келіп, миссияңызды орындауға келдіңіз, соған сізге тән берілді. Бұл тәнді, тәннің, ол ми не қалады жаңағы? Ми оның қожайыны тәннің. Бірақ миға қожайындық берсеңіздер, ол білген істейді. Сізді алыстырып қояды. Аурумен де алыстырысады, басқа нәрсемен де алыстырады, проблема алып келеді, проблеманы шешеді. Оңай олар. Бәрі. Өз алып келіп ойын үшін істейді екен. Мен осы білімдерді ала бергенде тұңғиық алған кезде түсінгенім. Сондықтан бұдан кейін күнде үйде жүреңіздерді мен патшайыммын. Менде бәрі жақсы, менде бәрі тамаша. Денсаулығым өте күшті, мен энергиям да көп, мен сенімді адаммын. Мен өз өмірімнің қожайынымын, өз өмірімнің иесімін, өз тағдырымның иесімін. Мен бәрін жасай аламын. Миға айтасың, мен қожайын, сен емес. Бір осы уақытқа дейін сен қожайын болып дым өзгерткен жоқсың, мен өсірген жоқсың, бай қылған жоқсың, бақыт жасаған жоқсың. Енді мен қожайынмын, менің айтқанымды істейсің. Сен жұмыскерсің деп алыңыздар қожайындықты қолдарыңызға. Болды. Ешқандай қиын жоқ. Қожайындықты қолыңызға аласыз, айтқаныңыз. Айтыңыз, заказ беріңіз де жіберіңіз. Күтіп жүріңіз. Бірақ кешке шейін күтпейсіз. Заказ бересіз, жібересіз, келеді деп сенесіз, болды. Айланып келеді. iPhone алғым келді. Жақында. 3-4 ай бұрын. iPhone'дар іздей бастадым. Ақырын әрекет жасап іздей бастадым. Арзандау қанша болады екен, мынандай болады екен. Кеше туған күнінде балалар өздері подарок етті. Өзі келеді екен. Анталияға барарда да. Менде бір тиын ақша болған жоқ. Бірақ айттым, әрекет жасай берейін, барам дедім. Барам, әрекет жас. Қорқыныш келді, ақшаны қайдан аласың, не алады, қай табылмайды ғой, барамыз. Жоқ айналайын, сенің шатағың болмасын дедім миға. Мен барам. Іс әрекетін жасай берем. Сөйтіп командаға билет іздеп, ақырын бастаған кезде баяғы қарыз алғандар ақшаларын қайтара бастады. Қайдан келіп атқан ақшалар келе бастады. Бәрі істеле бастады. Даже мен жаздым қағазға. Туда-суда барып көге билетке осындай ақша керек. Барғаннан кейін қыдыратын мынандай ақша керек. Сонан кейін қызыма статус прон алым керек, 450 мың теңге керек. Мынау да керек. Дедім, не істедім? Барғанда 450 мың теңге бөлек. Жолымның ақшасын бөлек. Анау қыдыратын. Бәрі келді ғой. Миллионнан аса теңге келді. Қыдырып келдім, тағы 200 мың теңге өзімде қалды. Жақсы ма? Істеледі екен. Істеледі. Ол үшін не істейсіздер? Күнде күлесіздер. Көңілді жүресіздер. Ойды қадағалап, постоян ұрасыздар. Менің анауым бар деп қиналып, олармен алыспайсыздар. Барлығын жібересіздер. Миға айтасыз, дене сенікі. Ауырсаң, сен ауырасың. Тағда жүргің келсе өзің жазып ал дейсің. Болды. Келген ауру болды, кетіп қалады деп менсінбейсіз. Онымен алыспайсыз. Көрермен боласыз ғой, қарап тұрасыз. Не істейді екен? Ана байқұс жан-жағына қарайды, алысатын ешкім жоқ, кетеді ауру. Оңай. Пожалуйста, оңай. Істеп көріңіздер. Не надо. Алысып, тәуіпке барып, врачқа барып, ем. Керек жоқ, алыспаңыздар. Өзі кетеді. Просто күле беріңіздер. Ойды қадағалап, мен патшайымын деп
тегіс тауып жүре беріңіздер. Басқа қиындығы жоқ. Все просто дейді орыстар. Просто это от слова роста. Өсесіздер сол кезде. Өзгересіздер. Келістік қой. Жасап көріңіздер. Мен сіздерді қинай алмаймын. Мен сіздердің орындарыңызда өмір сүре алмаймын. Мен өзімде болған өзгерісті айтамын. Техникасын беріп жатырмын. Бағананы істейсаңыз деп, істейсаңыздар ештеңелеріңіз кетпейді. Бәрі оңай. Миға қиындық тудырасыздар, ол қиын дейді. Қиын дейді ол. Жата тұрайықшы дейді. Анаған бара салайықшы, о істеп жүрген нәрсеміз істей салайықшы, ой қойшы дейді. Өйткені ол эго ми деген. Эго ештеңені жібергісі келмейді, ойынын ойнағысы келеді. Қиындатқысы келеді. Барғысы келмей жалқау жата бергісі келеді. Ал қашан сіз өзіңіз қолға алып тағдырыңызды, жауапкершіліктің бәрін өзіңізге аласыз да, жоқ, менің қолымнан келеді, мен істеймін. Сен маған соны жасап бересің. Сен өйткені менің қазір жұмыскерімсің деп миға айтасың. Строго, настрой. Бітті. Бірінші күндер да, әлде әдет кету үшін жаңа әдет кіргізесіз. Ескі әдет жою үшін жаңа әдет кіргізесіздер. Жаңа әдет өзгеріс жасау. Негатив емес, постоянно позитив жасау. Күлу, кешке шейін тоқтатпай. Әдетке күлкіні айландырасыз ба, онда жылау кетеді. Қорқыныш кетеді. Әдетке уверенностьті кіргізесіз ба, постоянно менде болады, мен істей аламын, мен қолымнан келеді деген айта бересіз ба, онда қорқынышпен жалқаулық жоғалады. Барлығы кетеді. Бәрі сіздерге байланысты. Сол үшін патшайымның мүсінін тастамаңыздар, жасаңыздар. Бәрі жақсарады, бәрі кетеді. Мына желкеге тұз жиналады дейді көп адам. Ол неден жиналады, білесіздер ме? Ол тұз емес екен. Ол сіздердің әйел адам көбіне төмен қарап жұмыс істейді, төмен қарап бірдеңе істейді, ана телефонда отырады, бүйтеді. Бел асаңғы жоқ болғаннан кейін бел босаңсиды. Ол босаңсығаннан кейін сіздің денеңіз өзі мойынға анау не дейді әлгі? Сүйекті қатайтатын не деуші еді? Не деуші еді? Сүйекті қатайтатын. Анау айран. Кальций. Кальцийді мойынға жинайды екен. Анау омыртқа сынып кетпес үшін. Егер сіз деген мойныңызда бірден пайда болса, постоянно асаңғыны ұстап, белді қатайтыңызшы, ана өз жоғалып кетеді, тарқап кетеді. Өйткені сіздің денеңіз өзі бәрін істейді, өзі жасайды, ауруды өзі жазалады, өзі түзей алады. Операциядан кейін сізге ештеңе көмектеспейді, өзі түзеледі ғой. Тура сол сияқты бәрі істеледі, біздің организміміз мықты. Онымен тек алыспау керек. Өзің жасайсың, өзің білесің деп қойып беру керек. Сенің қолыңнан келеді. Көп нәрсені түсіну керек. Түсінік келгенде сіздер онымен алыспайтын боласыздар. Түсіну үшін білім ала берулерің керексіздер. Білім деген біреудің білімі емес, мына емес, істеген, жасалған білім. Осы 8 жаттығуды тоқтатпай істесеңіздер де, сіздерде өте күшті өзгеріс болады. Барлық нәрсе жасалады. Ал енді ағартай сөз береміз. Кеше қалай жасадыңыздар ма? Жасамаңыздар, көрейік. Енді Сәуле ханымдікін көрдік қой. Қалай керемет, Лесинзадан түсіп жатқан. Жап-жас сияқты, керемет. Күшті. Асаңқы қалай көрсетеді адамды, көрдіңіздер ғой. Сол үшін бірінші сөзді мен осы жердегі ең бақытты жан, әлемдегі асыл, ардақты ана, өзі әдемі, өзі сұлу, өзі жап-жас, қазір студент, әлемге әйгілі болып жатқан, нағыз жеңімпаз, нағыз көшбасшы Зүлқия ханыма бергім келеді. Ол кісінің атынан қазір планета ашылып жатыр. Ол кісінің атынан Зүлқия деген қалалар салынып, көшелердің аттарын беріп жатыр. Зүлқия ханым атынан ракеталар ұшып жатыр, пароходтар жүзіп жатыр. Ол кісі әлемге әйгілі болған нағыз жұлдыз, нағыз керемет жан.
Söz sizge Zulfiye Hanım. Mikrofon. Қосылды ма? Ha, қосылды. Сәттілік пен достық әрқашан бізбен бірге, бақыт пен байлық біздің тағдырымыз. Рахмет. Көп мақтап жібердіңіз ғой. Көп демеңіз. Көп демеңіз. Мен соған рахмет, рахмет. лайықпын, қабылдаймын деңіз. Соған лайықпын, қабылдаймын. Біздер ылғи негатив кетіп қалған адамдар ғой. Рахмет. Тілек айтпа дедіңіз, не айтамын енді? Жасадыңыз ба, күлдіңіз ба, резинген тартып шықтыңыз ба, асан күн ұстап көрдіңіз ба, қалай болды? Соны айтыңыз. Басқа керек жоқ. Тілек айтпаңыз. Таңертеңге, ертемен 200 күлкіні орындадым. Менде негатив көп екен. Көп, әлі де көп. Ойларым деген шашыраңқы. Келе береді, көп негатив келеді ойыма. Әдетпен күресу керек, амал жоқ. Оценкамды бүйтіп жүрдім ғой, бүгін бүйтіп жүрмеймін. Рахат, иә? Уақыт өтті ғой. Көбіне столдың четіне отырып, күле бересің сосын. Столдың четіне отырып, бүйтіп отырсаң. Сосын күлкін келе береді, білмеймін неге кетеді. Бүйтіп отырады, сосын немен былай кетіп түссін біле. Сондай болды, жақсы. Рахмет. Күшті, рахмет. Жақсы, тағы да айтамын сізде, сізден басқа ешкім өзгерте алмайды. Осы жаттығуды тоқтатпай жасап, өзгерте аласыз бәрін. Өзіңді өзің өзгертесің деді ғой. Иә. Сөз беріңіз ары қаратай. Айгүл ханым емес, Арзугүл ханым емес, Сәуле ханым емес, қалғанына бересіз. Шолпан ханымға ма? Мейлі. Екеуміз ғана сияқты ғой. Гүлзар ханым бар, үшінші адам. Әлемдердің патшайымы Шолпан ханым, сүйікті, сүйкімді жар, балаларының сүйікті анасы, бүтін барлық әлемнің жарық жұлдызы. Nerede vitamin? Патшайымы. Шолпан ханымға беремін. Шолпан ханымға беремін. Аспаңыз, үйренесіз бәрі, оңай. Ал Шолпан ханым. Нағыз бақытты жан не? Нағыз бақытты жан Шолпан ханымға беремін. Сәттілік пен достық бізбен бірге, бақыт пен байлық біздің тағдырымыз. Ұстазым айттық жоқ па? Өзінен өзі күлген қызық екен бір жағда бар ғой. Қызық, иә, күле бересің. Өзінен өзі қарапайым. Отырамын деп қоясың. Жаман жолым болсын деп қоямын. О, күшті, керемет. Ана күлкі жаттығын түсінбей жүр екен ғой. Содан кейін қыздарыма айтып едім бүгін жақсы сөздер. Мама, мә сізге не болған дейді ғой. Вот так вот, бәрі солай болады. Соны есіме түскен кезде Асанкамен жүрдім. Бірақ ана күлгеннен кейін менің әлі не бар, жөтел болды, енді температура басталды. Ол ішіңіздегі реніштер, ашулар шығып жатыр. Жөтелгім әлі жыбырлап жүр, тәртен бір 10 ғана жасадым, шыны керек 200 жасай алмадым, жөтеліп. Болмайды, 10 деген болмайды. Осы жөтел кетіп қалды, нетіп жатыр енді, кететін шығар. Сол Асанка жасадым. Ой, не жақсы ойдан жаман ой жетеді екен, өзімнен бойымнан ұзын екен. Бәріміз көрдіңіз ғой, я? Мен білем, менде бәрі жақсы деп жүреміз, бірақ аңдып қарасақ көп екен,
Үстімнен қарасам, өзімнен қалай шошып кеттім ғой, ойбай, қалай жүргенсің сен деп. Уақытымен келіп тұрсыз ғой сіз. Бекер емес қой бәрі. Айгүл ханымға Иә, рахмет рахмет. айтыңыз. Иә, сол күні медосмотрдан өтіп кіргеніме Айгүл ханымға мың рахмет. Өйтіп күлдіріп отыр мені. Қазір өзіммен өзім күле беретін болып. Бұрын бастықта, бүгін отчеттан кейін бастықтар ұрысқанды қомпылдап 100 сөз айтатынмын. Жоқ, бүгін ризамын, саған ризамын деп күліп тұрдым. Ай, молодец. Ана жаман ой кетіп бара жатады да. Ой, ана әдет қой, далбай. Тоқта деп. Тоқта деп. Не болды? Я говорю, жоқ, тұра тұр, тоқта. Сізге не болды? Я говорю, түнімен температура теттім десем, бәсең что-то қуып тұрсыз дейді. Күлем деп бәрін қудым бүгін, не болса болсын. Молодец, молодец. Санкі кетіп қалады алға қарай. Итеріп қоям, кетіп қалады. Енді ақырын болады шығар. Болады. Содан кейін общий чаттағы зарядканы жасадым. Бәрін жасадым. Дәптерге жазып, жасап отырмын бәрін ретмен. Ризамын. Жасаңыздар. Асанкаға байланысты жаттығу бар. Ана сөздерін айта бересіздер. Бәрі күшті. Істеледі. Біз деген командамен отырып, соны 2-3 жыл тоқтатпай жасадық. Алай күшті. Қазір идеальныймыз. Маған да сөйтетін, күлем, жөтелем, бақ тоқтатпадым ғой. Кетіп қалды. Бәрі кетті. Ішімде, білмеймін, не ойлап қоямын, күліп жатқан не шығар ана. Осындай керемет идеальный емессің ғой деп жатыр ма деп жатырмын да ішімдегілер. Кетіп қалады бәрі, жақсы болады. Ішіңіз тазалып жатыр. Бүткіл, реніш, қатып қалған әлгі ашу бәрі кетіп жатыр. Негатив нәрсенің бәрі. Жақсы. Сөз беріңіз, Гүлнар ханымға. Гүлнар ханым, жүзі жарқын, күннің шуағы, әлемге нұр шашқан, ажарлы, халықтың қалауы, ханшайымы әлемнің, қазақты танытқан, ана, дана, патшайым. Гүлнар ханым, сізге сөз береміз. Ура, 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 ура. Ура, ура. Мен ба? Иә, сізге. Таныстыра ма? Рахмет, алтын микрофонды бергеніңізге. Өте қуаныштымын. Мен де жаңағы шықтым, бүгін сен. Асыға күткем осы қайтадан қосқам деп. Өзім ана кім Салтанат ханымның несіне қатысып жүргем. Соңғы 2 курсында қатыса алмай, неге больницаға, реабилитацияға жатып шықтым ғой. Алла беріп, шүкір жақсымын. Ол жерде де адамдарға қиналып жатқан, өзін түсінбейтін, соларға көмектестім, бар білгенімді айтып, өзің қожайынсың, өмірге өзің ғана билік ете аласың, өзің арқылы ғана жазыласың, сен мықтысың, сенің денсаулығың мықты, жеңіп шығасың деп сөйтіп, ол адамдарға көмектескенмін. Барынша бар білгенімді қызы жатқан қасында. Сол айтады, ой, рахмет сізге, Құдай кездестірді ма сізді бізге деп не қылды ғой. Көмегім тиді деп ойлаймын. Енді олғанда да не бердім, өзің ғана сеніп, өзіңді ойыңды түзеп, ғана жеңіп шығасың, денсаулығың мықты болады деп. Енді мен бір 15 күндей жаттым ғой енді. Салтанат ханымның есінде соңғы сабақтарын ғана не қыламадым. Бірақ мен енді патшайымды өткемін, өз ойымның иесімін, өз ойымды түзеп жүремін, соның бәрін жасап жүрмін, сол әлі де жасап жүрмін. Жаман ойларды жолатпаймын өзіме, тек қана жақсылық ойлаймын. Өзіме миыма қожайынмын, өз тағдырымның, өз өмірімнің қожайынымын.
деп айтамын. Әрқашанда жеңіп шығып келе жатырмын. Құдай бұйырып жүріп жүрмін, күштімін. Денсаулығым мықты, күшті. Жаңағы нелердің бәрін айтып жүрмін. Сондықтан да мен күштімін, мен денім сау, бақыттымын, мен бақыттымын деп айтып жүрмін. Сол жаңағы ана жерде жаңағы қасымдағы адамдар түсінбей қала ма деп бірақ күлдіріп айтып жатырмын. Бар шамам келгенше соны жасадым енді, алла бұйырып. Жаңағы олар да риза болып кетті ғой әйтеуір. Сондықтан да өмірден не алмай таймай жақсымын. Мақсатым алда, денсаулығым күшті, мықты. Қуаныштымын, ризамын. Маған беріңіз сөз. Ал енді осы алтын микрофонды, осы супер мырза Жігер мырзаға берейін. Ой, рахмет. Гүлнар ханым, көп жасаңыз. Ұзақ өмір сүріңіз. Ұзақ өміріңіздің әр күні бақытқа, байлыққа толы, ғажайып та керемет болсын. Рахмет. Түсіндік қой енді. Мынау патшайымның осанкасы бізге 55% энергия береді екен. Ал 38% біздің дауысымыз. Сіздер қашан осанканы ұстап патша болғанда, сіздерде ораторлық не ашылады. Дауыстарыңыз уверенно шығатын болады. Любой жерге барғанда уверенно сөйлеген адамды сезіп тұрады. Өйткені ол шынымен де өз өмірінің қожайын екенін көріп тұрады. Сондықтан оны да үйренесіздер әлі. Айтыңыздар. Мырза, маған естілмей қалды. Сіздің интернет бірдеңе болып тұр ғой деймін, интернетіңіз. Тоқта қалып жатыр. Интернетіңіз, Ана запись қосылды, артынан кейін тағы тыңдап аласыздар ғой, көріп. Енді қараңыздар, өздеріңізге айтасыздар. Мен өмірімде болып жатқан жағдайға өзім жауаптымын деп. Ол рас қой. Осы жағдайға өзіңіз алып келдіңіз. Сізді алып келіп, сізді қорқытып, ешкім шошытып, пистолетпен жағы алып келген жоқ. Өзіңіз алып келдіңіз. Ойыңызбен, осанкаңыз жоқ, уверенностьіңіз жоқ, әркімге сеніммен осы өмірде әлі жүрсіздер. Енді ары қаратай жауапкершілікті өздеріңізге алсаңыздар, алып шыға аласыздар. Әлемде ғажайып көп, оны өздеріңіз жасай аласыздар. Өзінен өзі болмайды. Сіздердің ойға байланысты, сіздердің уверенностьқа байланысты болады. Сондықтан солай. Егерде сіздер өздеріңізге қатал және талапшыл болсаңыздар, өмір сүру жеңіл болады. Ал егерде сіз өзіңізге жұмсақ болсаңыз, өзіңізді аяп кешке шейін, ештеңе істемей, талапшыл болмасаңыз, онда өмір сізге қатал болады, сынағын тоқтатпайды, пока өзгермейінше. Алла тағаланың уақыты көп, таусылмайды. Ол сізді сынақтан сынаққа сала береді, пока өзгермейінше. Сол үшін не істейміз? Өздеріңізге талапшыл болып, жаңа тәртіпті қолға алыңыздар. Тәртіп деген өте күшті нәрсе. Ендігі келесі сабағымыз біздің өте керемет сабақ, сау бол жаттығуы. Баяғыда айтып бар еді ғой, Ивановтың «Будь здоров» деген. Сол сабақты өтеміз. Сондықтан бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сау бол, немесе «Будь здоров». Бұл супержамптағы ең ерекше, ең табиғи жаттығулардың бірі. Бізде қазір екі жаттығуды өмірді тоқтатпаңдар деп отыр. Біріншісі күлкі, екіншісі сау бол жасау. Біздің өмірге өте күшті. Неге? Ол тек денені емес, жанды да тазартады. Су өмірдің символы. Ал біз бүгін сол өмір энергиясымен байналысамыз.
Сондықтан адамның денесі энергия ағыны. Кейде негатив, қорқыныш, реніш осы ағынды тоқтатады. Су ең мықты емші. Ол өткен ауыршылықтарды жуып, сізге жаңа қуат сыйлайды. Ол рас. Сондықтан бұл жаттығу тек физикалық емес, рухани тазалықтың да символы. Сіздер су құйып тазаланғанда рухтарыңыз тазаланады. Дене емес, рух тазаланады. Сондықтан ата-бабаларымыз таңмен бірге өзенге немесе бұлаққа барып, суға түсер алдында ару, су жамандықтан арылт деп айтқан. Олар судың қуатын білген. Су арқылы қорқыныш, ауырлық, реніш бәрін тазарған. Батырлар шайқас алдында да суға шомылып, жаңа күш, жаңа рух бер деп ниет қылған екен. Дәл сол сияқты біз де бүгін өз рухымызды жуамыз. Күн сайын өмір бізге түрлі шаң салады. Стресс, реніш, уайым, қорқыныш. Оның бәрін ішімізде ұстап жүру денеге де, санаға да ауыр болады. Сондықтан сіздер тез ауырғыш боласыздар. Су сол шаңды жуып, жанды жеңілдетеді. Суға түскенде тек денен емес, ойыңды да жуу керек. Ол үшін бізде қазір айтылатын сөз бар, соны мен сіздерге айтып түсіндірем. Сол үшін суға түсер алдында айтасыздар. Бүткіл әлемдегі адамдардың барлығына денсаулық, бақыт, байлық тілеймін деп. 5-6 рет қайталайсыздар суға түсердің алдында. Сонан кейін суға түскен кезде, шайынған кезде су соның бәрін сізге сіңдіреді. Өйткені судың памяті мықты екен. Судың құдіреті күшті екен. Сонда суды тазикке құйып алып, сол суға айтамыз ба? Суық су құясыздар, мұздай, соған айтасыздар, сонан кейін құясыздар. Сразу емес, аспай құясыздар. Мидан өтсін суық деген. Сол кезде стресс та кетеді, қорқыныш та кетеді, бәрі кетеді. Қорқынышты жеңудің ең жеңіл жолы осы, сумен. Қолыңызға суды құйған кезде сіз табиғатпен өзіңізді бірге сезініңіз. Кезінде біздің Довгин мырза, осының основателі, өзі 40 жылдық стажы бар, бизнесмен. Осы бүткіл әлемді аралап жүріп, $1,5 миллион салып, бүткіл әлемдегі мықты жағы ұстаздарға барып, мықты профессорларға барып, жаттығу жинаған. Сонда 320 жаттығу жинап берген ғой әлемнен. Соның ішін таңдап, зерттеп, осы жаттығуды 35 жыл зерттеп, осы 8 жаттығуды қалдырған. Соның ішіндегі осы сау бол жаттығумен өзін емдеп шыққан. 18 жасында ағасы қайтыс болады авариядан. Автобустың ішінде бір кран кеп соғып, автобусқа соңында қайтыс болады. Ең жалғыз ағасы, жақсы көретін, сыйлайтын, мықты болады деп соған сенім артып жүрген ағасы қайтыс болғанда стресс алады қатты. Сөйтіп стресс алады да, бұл 2,5 жыл бас ауырып жүреді. Давлениесі түспейді. Содан бармаған жері жоқ, баспаған жері жоқ. Барлық профессорлар қарайды, барлық дәрі. Күніне 30-40 дәрі ішеді. Біреу көмектеспеген. Сол өстіп жүріп, осы сау бол естиді. Сөйтіп врачтар айтады, мен сау бол жазсам қалай болады екен, мұздай су обливание. Ойбай, өліп кетесің, болмайды саған дейді. Какая разница? Не анда емеспін, не мұнда емеспін. Әйтеуір бір жағына шығайын деп суға барады да, мұздай, қыстан мұздан суды ойып тастап, суға түседі да. Бүткіл әлемдегі адамдарға денсаулық тілеймін. Бүткіл әлемнің адамына денсаулық деймін. Айтып, суға кіріп жатыр. Үйіне келеді, өлмейді, нормально. Екінші күні барады, үшінші
2-7'de ауру жоқ болып кетеді. 2-7'de. 2,5 жыл жазалмаған ауру. 2-7 жоқ қылып жібереді. Бұл ауру маған да су маған да көмектесті. Мен қыста мұздап жүретінмін. Аяғымда 3 нәски, сыртынан жүн нәски, оның сыртынан қалың бәтіңке, етік. Бұтымда 2 гамаш, сыртынан чалбар, белге белдік. Сонда мұздап жүретінмін. Осы жерге кеп сау болды, жақсылап жасап үйренген кезде не істедім? Қыста бір нәски, кроссовкимен шығатын болдым. Қыстық аяқ киім алмайтын болдым қазір мен. Кроссовки или күздік аяқ киім жетеді. Қорқыныш жоқ. Энергиям көтерілді. Өте жақсы нәрсе. Енді ол су не істейді? Суық суды құйған кезде адамның ішінде защита жұмыс істейді екен. Сөйтіп ыстық шығады сізден. Сол ыстық 41 градусты 10-12 минут, 12 секунд, 10-12 секунд сіздің денеде ұстап тұрады екен. Сол кезде ішіңіздегі паразит бәрі өледі екен. Түгел өледі екен. Ауру кетіп қалады. Өйткені сіз тәніңізді тазалайсыз ғой, тәніңізді. Кешке шейін құя бергенде, защита жұмыс істей бергенде иммунитетіңіз жоғарғы деңгейге көтеріліп алады екен. Потому что тренировать етіледі ғой, кешке шейін. Тренировка арқылы иммунитет жоғарғы көтеріліп алады. Содан сізде ауру келмейді. Иммунитет сіздің защитаңыз. Түсіндіңіздер ғой? Сондықтан сау болды, тезірек жасайсыздар, тезірек айығасыздар, тазарасыздар. Кезінде Долгий мырза айтады, мен де Тибеттің несіне барған ғой, монахқа. Сау бол, обливание қалай көмектеседі деген. Сонда ол айтқан ғой. Сіз дейді, ішіңізді тазалағыңыз келсе, туалетке барасыз. Дәрет аласыз, тазаланасыз. Теріңізді тазалағыңыз келсе, моншаға түсесіз, душқа түсесіз. Ал тәніңізді тазалау үшін осы суық су дейді. Қазір мен де Кенжегүл әйелім екеумізді күнде жібермейміз. Бір күн жібермейміз. Жібермеймін мен. Өте күшті. Шын айтамын. Вообще суықтан суық тиетін ауру жоқ болып кетті ғой. Вообще. Суық тиеді, желкеңнен ұстап қалады, ирында болып қалады. Сондықтан тастамаймыз суды. Кезінде Масара Мото деген Японияның профессоры, Долгий мырза соғанда барған. Ол профессор суды зерттеген, тек қана суды зерттеген. Доли папирок дейді ғой, от үйді тексерген. Сөйтіп көп нәрсе ашқан судың. Егер суға жаман сөз айта берсе, су қарайып кетеді екен. Оны доказать еткен. 3 банкіге су құйған, ішіне күріш салған. Сөйтіп 3 жерге қойған. Сөйтіп бір суға сен жақсысың, сен күштісің, мен сен жақсы көрем, керемес. Жақсы, позитивный сөздер айтқан. Екінші суға негатив сөз айтқан. Жамансың, оңбағансың, анаусың. Үшінші суға көңіл аудармаған. 10 күннен кейін тексереді. Жақсы сөз айтқан суы бұзылмаған, наоборот әйбат болып ішінде күріш өсе бастаған. Ана жаман сөз айтқан су қарайып кеткен. Қап-қара. Ал тым қарамаған көңіл аударған су көгеріп кеткен. Сол сияқты біздің денемізде жақсы сөз айтып, жақсы нелер айтсаңыз жақсарады. Өйткені сіз 70% судан тұрасыз. Сол үшін мен сіздерге айтам, таңертең тұрдыңыз, күндіз жүрдіңіз, жатасыз. Қай уақыт болса да мен әдеммін. Мен бақыттымын. Мен сұлумын. Айнаға қарап, жігер, сен красавчиксің. Сен мықтысың, сен сұлусың деген сайын мен жасарып жатырмын. Жақсарып жатырмын. Ішімде бәрі әйбат болып жатыр. Түгел күшті болып жатыр, денсаулығым.
Ал суық су тәніңізді тазалағанда Алла тағаламен прямой Wi-Fi ашылады сізде. Wi-Fi ашылды деген значит сіз любой қалауыңыз келетін болады. Бір шелшокпен. Түсіндіңіздер ғой? Сол үшін су құйған сайын әртүрлі армандарыңызды айтып, әлемге адамдарға жақсылық тілеңіздер. Әлемге қандай сөз жібересіз, бумеранг сол сізге кесе қайтып келеді. Значит, денсаулық, бақыт, байлық жібере беріңіздер. Қазіргі адамдарға керек нәрсе. Сау болып тастамаңыздар. Күніне 3 рет жасаңыздар. Ауырып жатқан адамға күніне 3 рет жасау керек. Таңертең, түсте, кешке тән тазалай беріңіздер. Су көмектеседі. 95% сіздің айтқан сөзіңіз. 5% су. Түсіндік қой? 95% сіздің айтқан сөзіңіз 2 есе қайтып келеді. 5% суға сіз энергия береді. Сондықтан аямаңыздар сөздеріңізді. Әлемдегі адамның бәріне, халқыңызға, туған туыс, бала шағаңыз кім барлығына денсаулық тілеймін, бақыт, байлық тілеймін. Шын жүректен айтыңыздар. Жүрек сезеді, қандай түрмен айтқаныңыз біледі. Біз білмейміз, ешкім білмейді. Сіз өзіңізді алдай алмайсыз. Ешқашан алдай алмайсыз өзіңізді. Біреуді алдап кетеді, оған бәрібір. Ал өзіңізді вообще алдай алмайсыз. Сондықтан шын ниетпен, шын көңілмен ашық айтыңыздар. Жүректегі махаббатпен айтыңыздар. Сізге бәрі қайтып келетін болса, неге? Жақсылап тұрып жіберіңізге. Сізге жақсылап қайтатын болса. Сондықтан су құйып сөздерді айтып бергенде жүректер ашылады сіздің. Тазаланады. Бәрі жақсы. Бәрі күшті болады. Сіздерге ясыңыз келеді. Саналарыңыз ашылады. Бәрі жақсы. Аямаңыздар, айтыңыздар. Сөйтіп су құйып жүрегімізді ашайық. Бойымыз тазалайық, ойымыз тазалайық. Әлемді өзгертуге ат салсайық. Көп жағдай солай болады. Көп нәрсе болды. Менде де өмірімде, өзімнің өмірімде де өзгеріс көбейді. Анау Россияға кетіп қалғам ғой. Через бұрынғы Свердловск қаласы арқылы Сочиға ұшқам. Свердловскқа келсек, Сібір ғой. 35 градус су ғой екен. Мен ұмытып кеткен, бір кроссовки, бір носкимен кетіп қалғам ғой. Самолеттен түсіп алып, анау не заказ беріп қойғам, гостиница онлайн. Забронировать етіп. Соған баратын жер біраз жүрген екен. 200 метрдей ме, 300 метрдей қармен. Анадан шықтықта қарғаша ұрып келатсам, қасымдағы адамдар, "Өй, сен кроссовкимен жүрсің ғой" дейді. Ұмытып кеттім ғой деймін. Мұздағын жоқ, істеген жоқ. 35 градус қой, суық қой далада. Мен сауал жасаймын, менде бәрі жақсы. Қорқыныш адамда, қорқыныш. Егер сіз суықтан қорықпай, суық тиеді деген ойыңызда болмаса, сізге ешқашан суық тимейді екен. Мына ми білгеннен кейін соны істеп тұрады екен сізге. Егерде аурудың атын, түп тұяғын білмесеңіз, сізде ол болмайды. Сіз оны білмейсіз. Сондықтан ұмытыңыздар ауруды. Дәрінді ұмытыңыздар. Менде бірақ дәрі болған. Баралгин деген. Өмір, любой аурума бірақ тал баралгин болады. И то, анау кетпей жатса ғана бір тал ішім жоқ болып кетеді. Понимаете? Оған дейін өзімнің күшімен істейтін. Сіздің ішіңізде алып күш бар. Сіздің ішінде мықты сиқыр бар. Сіздің ішінде ғажайып ем бар. Ішіңізде хирург та бар, терапевт та бар, бәрі бар. Просто ой.
Көзіңізге елестетесіз, өш жерім кетті дейсіз, кетеді. Бәрі жасалады. Сізге байланысты. Сондықтан сіз өзіңіздің өміріңіздің главный хирургісіз, сіз өзіңіздің главный терапевтісіз, сіз өзіңіздің өміріңіздің нағыз патшайымсыздар. Сіз ғана жасай аласыз. Сондықтан осы жаттығуға көңіл бөліңіздер. Жасаңыздар. Қаншама мыңдаған адам, миллиондаған адам осы жаттығумен шығып жатыр. Қазір гуглит етіп көріңіздер, ютубтан қараңыздар. Сау бол жаттығу, мынандай суық су қалай көмектеседі деп қаншама пайдасы бар емес шығар. Керемет. Білім жетеді, бірақ істемейміз. Көп нәрсені білеміз, жасамаймыз. Ерінбеңіздер. Бір жағы неге әдетке айландырсаңыздар, постоянно әдет болғанда автоматически жасап жүрген байқамайсыздар. Мен қазір онсыз тұра алмаймын, әдетке айланған. Без сау болсыз мен есім жиямайым. Ұйқыңыз ашылады, энергия вообще көбейеді. Сіз табиғатпен біргесіз. Табиғатта энергия көп қой. Бәрі энергиядан тұрады. Барлығы. Сол энергияға сіңесіз. Ал бізде энергия қорытатын не? Қорқыныш, реніш, күмән, сенбеушілік. Жоқ қыз береді энергия. Жолдарын жауып тастайды, келетін. Түгел, тоқтатып тастайды. Сондықтан ашайық бәрін. Қорқпайық. Егер де мен ойлаған ойым жасалса, сөйлеген сөзім істесе, мен неден қорқуым керек? Мен кімнен қорқуым керек? Егер Алла тағала мен қалаушым болса, неге қорқам мен Алла тағаладан? Алла тағалам жақсы көрем, сыйлаймын, қадірлеймін, қалауымды істейтін болса, айтқанымды орындайтын болса, неге қорқуым керек? Не үшін қорқым? Осы сұрақты қойыңыздаршы өздеріңізге. Ауру өз кетіп жатса, одан неге алысуым керек аурумен? Егер мен аурумен алыспасам, өзі ренжіп кетіп қалса, тегі жақсы емес па? Рахат емес па? Осы сұрақтарды өздеріңізге қойыңыздар. Жауабын таба алады, оңай. Алла тағала дұрыс жауабын береді. Ал басқа адамдар жауап бере алмайды. Барлық нәрсені өзіңізден сұраңыз. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Шешімдеріңіз точно болады. 1 миллиграмм, 1 миллиметр жоқ, точно болады. Сол шешімдер. Бірақ қабылдап үйреніңіздер. Соны жасап үйреніңіздер. Ерінбеңіздер. Миға қожайындық бермеңіздер. Миға қожайын болыңыздар. Онымен дос болыңыздар. Келісіп жасаңыздар. Келісіп пішкен тон келте болмайды дей ма? От мимен келісіп істесеңіздер, бәрі дұрыс болады. Оңай. Оңай. Өмір сүру оңай. Бақытты болу оңай. Бай болу оңай. Барлық сіздің қолда. Тек жаттығуларды жасаңыздар. Бұдан артық жаттығу жоқ қой. Сол, рахмет сіздерге. Сәттілік, ертең толықтырып тағы айтып берем. Пайдасы зор екенін түсіндіңіздер. Енді тек сіздердің қолда. Сіздерге байланысты, өзгерісте, бақытты болды, бай болды, денсаулығы мықты, энергиясы күшті болды. Сізге ғана байланысты. Тек ерінбей, тәртіпке айландырыңыздар, жасаңыздар. Тәртіпті ел құл болмайды дейді. Тәртіпсіз ел болмайды деп Бауыржан атамыз айтып кетті. Оның бәрі рас. Сондықтан қалыптастырыңыздар. Рахмет сіздерге, сәттілік тілеймін. Ертең 8-де. Рахмет.